Ірі мекеменің қарауындағы бір шағын ғана орталықты басқаратын кішкентай адам үйіне барып түстенген соң жұмысына қарай жетіп алмақшы болып автобусқа жайғасқаны сол еді, қалтасындағы телефоны безелдеп қоя берді. Хабарласып тұрған хатшысы болса керек, орталық деген аты ғана болмаса, онда бар-жоғы екі-ақ адам бар. Бірі өзі, екіншісі компьютерде мәтін теретін бір жас қыз, және қабырғасы бір есікпен ғана бөлінетін табыттай ғана екі бөлме. Төр жағында өзі есік аузында хатшысы жайғасқан. Соған қарамастан аты дардай ұлы дала мұраларын бүгіншілеп тану орталығы деп аталады. Орталықтың басшысы кішкентай адам азаннан кешке дейін әлдебір сарғыш тартқан көнетоз қағаздарға өшуге шақ қалған шимайларды оқып алады да сұқ саусағына сүйел шыққанша ақ парақтарға көшіріп жазып отырғаны. Ал оның жорғалана тышқанның ізіндей ұзақ әріппен көшірілген қолжазбасын хатшысы көз майын тауыстып ұсақ әріптерді оқып, саусақтарымен клавишті сықырлатып, түртпелеп, дамылсыз тасыр-тұсыр еткізіп компьютерде тереді. Сол маңдағы іштері пысқан біреулер болмаса, мұнда ешкім басын сұқпайтын еді. Сондықтан да екеуі өзімен өзі ғана отырады. Басы мен аяғы белгісіз бітпейтін шаруалармен айналысып отыра береді. Өте бір ерекше жаңалық болмаса, хатшы қыздың телефон соғуы екіталай. Жалма-жан қалтасына тілдей телефонды суырып алып, кішкентай адам оның дисплейіне бір сәт үңіліп, хатшысының аты жөнін көрген соң, «Иә, қарағым, не болып қалды?» деп сұрады. Ана жолғы кітап шыққан екен. Жаңа ғана дәу бастықтың көмекшісі әкеліп тастады. Оны үстелдің үстіне қойдым. Мен шаштаразға жазылып қойып едім, хабарласып жатыр. Тез барып келе қояйыншы 2 сағатқа. Мақұл ма, аға? Деп бір деммен зуылдатты да. Кілтіңізді алып па едіңіз, әлде корпус күзетшісіне өз кілтімді қалдырайын ба? Деп сауал тастады. Кілтім өзімде, бара бер. Кішкентай адам қатты қуанып кетті. Кеңсесіне тез жетуге асықты. Бірақ ол қанша асыққанмен қала маршрутының автобусы оның лепіріне көңіл күйін пысқырсын ба. Әр аялдама сайын бір тоқтап түсетіндерді төгіп, кезекті жолаушыларды асықпай тиеп, ырғалып-шырғалып, өгіз аяңмен митыңдап келеді. Жол жөнекей бір аялдамаға келген автобус сол жерде біршама уақыт тапжылмай тұрып алды. Кішкентай адам орнынан сәл көтеріліп, қысқа мойнын созып терезе жаққа қарап еді. Кондуктор жігіт пакет толы сусын, ішім-жем бірдемесін алып әудеме жерге дүкеннен шығып келе жатыр еді. Қарындары ашқан ғой, тіске басарларын алып қазір қозғалады, деп ойлады. Кішкентай адам созған мойнын түсіріп, көтерілген құйрығын салп еткізіп, жұмсақ орындыққа қайтадан қоя салды. Әлгі жүгермек автобусқа келіп кіргенмен шофер тіпті қозғалмады, көлігіне оталдырмады да. Кондуктор екеуі әлдебір әңгімені қыздырып әлі отыр. Айналасына қараса, жұрттың бәрі жайбарақат. Анандайда бір орыс кемпір шұлық тоқып отыр. Қасындағысы шалы қолындағы газетке үңіліп бас алмай бірдеме оқиды. Жастары 50-ді еңсерген екі қартты қараса, алдында жайланып отырып алып, үйіндегі келіндерін алма-кезек жамандайды. Артында отырған екі зейнеткердің бірі екіншісіне жас кезінде арақты қатты көтеретіндігін, тіпті мас болмағандығын, әңгімесіне қасындағысын да есе бермейді. Өзінің енді мас бола бергенде ұйықтап қала беретінін айтып таңғалып қояды. Жастардың бәрі дерлік WhatsApp'та бастары қалғандай дәу қасына барып бомба жарып жіберсең де былқ етер емес. Құлақтарына наушникпен бітеп алып, телефондарының түймелерін аш тауық тары шашқандай шиқылдатып өз беттерімен әуре.
Айналасына қараса өзінен басқа асығып-аптығып жатқан ешкім көрінбейді. Тіпті олар үшін астындағы автобус тоқтап тұр ма, жүріп бара жатыр ма, бәрібір секілді. Ал кішкентай адам табаны күректей 9 жыл бойы көз майын тауысып көнетоз жазбаларды оқып, одан түсінген бірдемелерін саусағы қайысқанша жазып көшіретін жерін көшіріп, кейде қиялынан туған ойларымен де тұздықтап, ит әуреге түсіп жүріп дайындаған табан ет, маңдай терінің жемісін көрмекке асығып отыр. Су жаңа мұқабамен енді ғана жарыққа шыққан кітабын көргісі келіп өліп барады. Шіркін-ай, кітап мұқабасының бас жағында өз аты жөнінің алтын әріппен мен мұндалап тұрғанын көрудің рахатын айтсаңшы. Оны әркім түсіне бермес, автор ғана шынайы сөзіне алады. Сол себепті ғой көруге асығып-аптығып отырғаны. Енді мына жұрттың түрі жаман. Автобус түскір дәл осы араға қонып қалса да былқ етпейтіндей. Әй, айналайындар-ау, қозғалсаңдаршы енді, жұмыстан қалып болдық қой, деп кішкентай адам жіңішке даусымен шыңғырып қалды. Оны шыбын шаққан құрлы көрген автобус шофері мен кондуктор жоқ. Быжырбет шофер қиыр шығыста әскери қызметте кезінде болған төбелесте кім қалай ұрып сұлатқанын әңгімелеп тауса алар емес. Асығып аптыққан кішкентай адам жоғарыға көзін тағы қайтардан созды. Сонда ғана таусылмас жырын жуан ортасынан үзуге мәжбүр болған Быжырбет: «Ағасы, время, біз строгий графикпен жүреміз. Енді 5 минут не терпите, пожалуйста. Түсіп такси ұстаңыз», деді. Беті қандай бұжыр болса, тілі де сондай ала шұбар пәле екен. Асыққанына 5 минуттың өзі 5 жылдан бетер баяу секілді көрінді. Дегбірі қашып зорға отыр. Ақыры сарыла күткен 5 минуты да өттіп, автобус та орнынан қозғалды. Орталық көшемен тәп-тәуір жүйткіп келе жатқан автобус айналама жолға шыға бергенде аяқ астынан тежегішін шиқылдата басып кілт тоқтады. Әлде бір ауыр зат гүрс еткендей болып орындықтан ұшып кете жаздады. Сыртта аяңдай жылтыраған бір жеңіл көлік автобусты бүйірінен соғып келіп тоқтатты. Автобустың бүйірі болмашы майысқаны болмаса пәлендей қатты зақымданбаған. Ал жеңіл көлік тұмсығын оңбай бұзыпты. Екі жүргізуші: «Сен кінәлі, менде жазық жоқ. Бағдаршам бүйткенде сен сөйтуің керек болатын», дегендей пәлен пәшуандармен өзара дауласа жөнелді. Жол қозғалысын уақытша шектеді. Патруль сақшысы барлық жолаушыларды түсіріп, келесі аялдамаға дейін жаяу жетуді нұсқау берді. Кішкентай адам келесі аялдамаға қарай құстай ұшуға ұмтылса да, ентігіп, кеудесі сырылдап, адымдап аша алмады. Бар дәрменімен адымдап келеді. Қасынан өтіп бара жатқан көлікте қисап жоқ. Үлкен кіші, ұзын қысқа, ақ қара, қоңыр көк дейсің бе, неше түрлісі бар. Кенет бір сигналын беп еткізді. Бұрылып қарады. Даңғыдағын ортаңғы жолағында еңселі қара жеп тізгіндеген кетіп бара жатқан жерлесі мұртты қара екен. Қол бұлғап қояды, бас изеген бола салды. Осы немелер мұндай қымбат көлікті қандай табысымен сатып алады екен? Ауылдан көшіп келгені кеше ғана еді ғой. Менің бір жалақым келесі айға зорға жетеді, ал бұлар қымбат көлік мінеді. Қол бұлғап қояды тағы. «Керек еді сенің сәлемің», деп кішкентай адам іштей бұлқан-талқан болып ашуланып қояды. Тыпырлай басып аялдамаға келді де орындықта жалп етіп отыра қалды. Ентігін баса алмай біраз демікті. Автобустың келуін жарты сағаттан астам күтіп, әрең дегенде ішке кірді. Ішінде жолаушы деген лық толы екен. Сығылысып жүріп есік маңынан табан тірейді. Аядай ғана тұрақ табады. Жұмысқа дейін тағы 3 аялдама бар. Әр аялдамаға тоқтаған сайын түсетін жолаушылардың қалың нөпірі кішкентай адамды әй-шайға қаратпай дедектетіп сыртқа алып түседі де, кіретін адамдардың тобы екі аяғын жерге тигізбестен жан-жағына қысып ішке алып кіреді. Осындай үрдіс 3 мәрте қайталанған соң
тырмысып жүгіріп түсетін аялдамасына зорға дегенде табан тұрып қалып үлгерді. Сәл шегініп тыпырламаса әлі алып нөпір оны соңғы аялдамаға дейін алып кетіп қаңғытып жіберетін түрі бар. Кішкентай адам алып мекеменің зәулім ғимаратына қарай томпаңдай жөнеледі. Құстай ұшатын, қолды аяқты тоқтамай зыр жүгіретін Дәурен қайда? Жасы 60-тың бел ортасынан асқанда тізе деген неме сыр беріп алға басқан қадамдарында кері тарта береді екен. Тыпыршығандай өнбес жүрісімен кіре беріске келгенде маңдайда тершіп кеткен соң қалпағын шешіп қолына алды. Лифтінің қасына жете сала түймені жалмажан басып қалды. Қызылшам жанбады. Ызылдап кеткен бас көз жоқ төмпешіктеп басып жатыр еді. Дәлізден өтіп бара жатқан бір жас жігіт: «Ағасы, лифт істемейді», деді. «Ой, әкеңнің аузы». Ол сатының жақтауларынан ұстап баспалдақпен жоғары ентіге көтерілді. Жас кезінде желден аттай жүгіре басып шығып кетуші еді. Қайран Дәурен-ай! Сатыдан төмен түскенде аяғын бастырмайтын, тізесі жоғары шыққанда аса қатты ауырмайтын секілді. Бұған да шүкір. Тұқшыңдап жүріп 8-ші қабатқа шыққан соң бір мәрте деп терең дем алды. Ұзын дәлізді бойлап түкпірдегі кабинетке де жетті. Кітапты көретінді дегенді ойлағанда көңілі шаттыққа бөленіп жүгіре дүрсілдеп кетті. Кілтін алмаққа қалтасына қол салды. «Жоқ, қайда?» деп сырттай сабыры еткен болмаса ішкі жан дүниесі жаңғырықты айқайлаған еді. Қолындағы портфелін ақтарды. Барлық қалталарын түгел тінтіп шықты. Ұшты-күйлі жоқ. Түстен бұрын ғана қалтасында болып еді ғой. Жер жұтты ма, сайтан алды ма, қайда кетті? Әбден зығырданы қайнады. Әлгінде хатшы қызға кілтті астына қалдыра сал деу керек еді. Енді кеш. Ол қалдырғанның күннің өзінде лифт істемейді. Төменге түсу, қайта шығу, әсіресе сатыдан құлдағанда тізесі шаншып миына дейін жетеді. Ол да қиямет қайым. Қой, хатшы қызға тез жет дейін. Телефонын алып қоспақ болғанда өз көзіне өзі сенбеді. Бағанадан бері іздеген кілті қолында тұр. Қуанып та кетті. Бірақ өзін оңдыртпай балағаттап та жіберді. Күйіншіктен бе, қуаныштан ба белгісіз екен. Екі қолын қалш-қалш етеді. Дірілдеген қолымен құлыптың тесігін таппай біраз ауқытты. Кілтті сұғып оқыс бұрап қалғанда сол еді, бырт етіп дыбыс шықты. О тоба, кілттің дөңгелегін бөлігі ғана қолында тұр. 2 рет бұрағанда ашылатын есік міз бақпады, мелшиіп тұр. Кілт құлыптың ішінде бір-ақ рет бұралыпты да морт сынып кетіпті. Тұтқаны төмен басып тұрып есікті бір күшімен қатты аша алмады. Портфелін бұрышқа қоя салып екі қолымен санын соқты. «Әй, атаңа нәлет-ай, енді қайттым». Болмаған соң көрші кабинеттегі жігіттерден барып көмек сұрады. Олар алма-кезек келіп түрлі әрекет жасап көрді. Қағаз қыстыратын темірлер арқылы кілттің сынығын шығармақ болып жатқанда біріне екіншісі: «Мұндай нәзік темірден оны шығара алмайсың. Ана жолы біздің көрші пәтердің кілті дәл осылай сынып қалғанда сантехник жігіт тістеуікпен суырып алып шыққан еді», деді тағы бірі. «Мұндай құлыптың кілті бір бұраған кезде суырылмайды. 2 рет бұралып есік ашылғанда ғана алынады», деді. Сөзінің жаны бар. Әдетте солай екенін кішкентай адам әп-сәтте есіне түсірді. Жиналғандар кілттің құлпын ішіне сынып қалуы сөзсіз тығырыққа тірелу екенін пәусалатты. Бәрі енді мұндай тығырықтан қалай шығуды жолдарын талқыға салды. Кішкентай адам төзімі таусылуға таяу тұр. Тістеуік табылса, оны тағы бір бұрап жіберіп суырып салудың еш қиындығы жоқ қой, деді көзәйнек таққан көрші бөлменің бастығы. Олардың осылай мәжіліс құрып
босқа тұрғандарын үнсіз бақылаған, неден жуып жүрген әйел тіл қатты. Комендантқа телефон соғып, плотник шақыра салсаңыздаршы. О, бәрекелді, табылған ақыл, деді де бір жігіт кабинетіне қарай жүгіре жөнелді. Кішкентай адам плотникті тағатсыздана күтті. Әне келеді, міне келеді де бір сағаттай уақыт өтіп кетті. Ұзын дәліздің арғы шетінде көк комбинезон киген сары жігіттің қарасы көрінгенде кішкентай адам әкесі тіріліп келгендей-ақ қуанып кетті. Дверь срочно откройте, надо, работа много, деп әлгі жігітке жата жабыса жалбарынды. Көк комбинезон киген жігіт өз ісінің шебері екен. Әне-міне дегенше есікті ашып, ішіндегі сынған кілтті шығарып, бәрін қалпына келтіре қойды. Дәрет қысқан адамша тыпырши ширығып зорға тұрған кішкентай адам кабинетіне зып етіп кіріп, қос жанары шоқтай жанып, екі беті алаулап, үстелдің үстінде жатқан көк мұқабалы қалыңдығы кірпіштей, көлемі табақтай кітапқа қарай көз алмай қарап, қол соза ұмтылды. Көкірегінде жеңіс маршы ойнап, қуанышы қойнына сыймай, әлгі кітапты барынша салтанатты түрде күлімсіреп қолына алды. Алайда маздап жанып тұрған қуанышы оттай басылды. Көкірегіндегі әлгіндегі асқақ әуен кілт тоқтады да қоңыр қобыздың мұңлы сырындай ауысқандай болды. Мұқабаның сыртында да, ішкі беттерінде де кішкентай адамның аты жөні жоқ. Бір ғана дәу бастығының есімі сойы быттиып, көзін жұмса да, ашса да арбайып шыға келді. Оңбаған ит неме, деп тістенді. Сыбырлағанымен кабинетте ешкім болмаса да жан-жағына жалтақ-жалтақ қарап, сөзінен бе әлде ойынан ба өзі үрейленіп кетті. Сөйтті де сабасына түсіп, адамның ішкі ойын ешкімнің оқи алмайтынын саналы түрде есіне алды. Есіне алды да терең ойға кетті. Дәу бастықпен ойша арпалысқа түсті. Сыбағасын беруге кірісті. Әй қақпас кәрі ит, адал еңбегімді тапа-тал түсте барымталап, кітабымнан аты жөнімді алып тастаудан қалай ұялмайсың? Тым құрығанда әдеттегідей соавтор бола салмадың ба? Охо, мына сілімтіктің сөзін қара. Кімнің арқасында орталық басқарып, қатын бала-шағаңды қалай асырап отырсың? Кет жұмыстан, орталыққа жабамын да тастаймын. Кетсем кетемін, зейнетақымен де күн көремін. Не бопты? Солай ма? Жай кете салмайсың. Басыңдағы 4 бөлмелі үйді менің әпергенімді ұмытпағайсың. Құжаттарының бәрі менің атымда. Давай, үйді босат та, көшеге шығып, отбасыңмен тентірей бер. Сотта жүгініп, авторлық ақымды даулаймын. Бара ғой, күйеу балама бір ғана телефон соға саламын. Барлық соттың да, органдардың да бәрі бірде біреуінің сенің арызың өтпейді. Тіпті арыздың өткен күннің өзінде ол жерде ештеңе дәлелдей алмайсың. Сен кімсің, мен кіммін? Мәселе қайда жатыр? Онда баспасөзге мақала жазып жарияланатын, телевизия, радиоға сұхбат беріп бәрін айтамын. Иттеріңді басыңа қаптаймын. Ха. Сен өзі қай елдің баспасөзін айтып тұрсың? Осы елдің ақпарат құралының кез келгеннен барып, мен туралы бірдеме айтып көрші. Мейлі, ана бір оппозициялық газетке бар, қай жерден шығарар екенсің. Барлық жиналыстарда осы шындықты айтып, жұртқа жая беремін. Айта ғой, сенетін адам табылса. Біреу болмаса біреу сенеді, жұрт түсінеді. Сол күні жындыхана төсегіне таңыласың. Кішкентай адам ары қарай бірдемелер ойлауға да жүрексініп, қиял түкпіріндегі диалогты кілт үзді. Орнынан тұрды да үстелдің екі қолымен тоқпақтай жөнеді. Көрші кабинеттегілер жүгірісіп келді де, ағасы, бәрі дұрыс па, десті. Үстел қисайып кетіпті. Жөндеп жатырмын, деп еді, олар шығып кетті.
сілейіп біраз тұрып, кішкентай адам аяқ асты сылт етіп орындыққа отыра қалды. Сол күйі еш қимылсыз мөлиіп үнсіз қалды. Іле-шала кабинетке енген хатшы қыз оның бұл отырысын көре сала бірнеше рет дауыстап шақырып еді, жауап қатпады. Қатты абыржыған хатшы қыз дереу жедел жәрдем шақырып дәлізге шығып, ағайға бірдеме болды деп жар салды. Сол маңдағы қызметкерлер жүгіріп жиналып қалған еді. Топты қақ жарып ішке енді дәрігер мен медбике асығыс-үсігіс әлдебір екпе екті де инсульт деп қысқа қана қайырды. Екі жігіт кішкентай адамды апыл-ғұпыл зембілге салды да тысқа қарай жүгіре басып ала жөнелді.